Мысықтың пайда болуы және дамуы. Мысықтар әлемдегі ең көне жыртқыш жануарлардың бірі. Олар эволюция барысында көптеген өзгерістерге ұшырап, қазіргі біз білетін үй мысықтарына айналды. Мысықтардың тарихы шамамен 25-30 миллион жыл бұрын басталған. Мысықтардың ежелгі ата-бабалары. Мысық тұқымдас жануарлардың ең алғашқы арғы тегі Broilers деп аталады. Бұл жануар Еуропада өмір сүрген және ғалымдардың пікірінше, қазіргі барлық мысық тектестердің ата-бабасы болып саналады. Кейінірек Pseudoelurus деп аталатын жануар пайда болды. Ол Африка, Еуропа және Азияда мекендеген. Бұл түрдің кейбір өкілдері эволюция барысында ірі жыртқыштарға, арыстан, жолбарыс, қабылан, сілеусін айналса, ал басқалары ұсақталып, үй мысығының арғы тегіне айналды. Мысықтардың қолға үйретілуі. Мысықтарды алғаш қолға үйреткен халық ежелгі мысырлықтар болды. Олардың арғы тегі Африка жабайы мысығы, Felis lybica болып саналады. Бұл мысықтар адамдардың қоймаларындағы астықты зиянкестерден қорғауға көмектескен. Мысықтар адамдарға пайдалы болғандықтан, оларды құрметтей бастады. Кейінірек мысықтар Месопотамия, Үндістан, Қытай және Еуропаға тарады. Мысықтар ежелгі өркениеттерде. Ежелгі Мысыр. Мысықтар қасиетті жануар саналған. Мысықты өлтірген адам өлім жазасына кесілетін. Оларды жерлегенде мумиялап, ою өрнек салынған табыттарға салған. Ежелгі Грекия және Рим. Мысықтар егеу құйрықтар мен тышқандарды жою үшін пайдаланылды. Гректер оларды көбіне сауда кемелеріне алып жүрген. Орта ғасырлар. Орта ғасырларда мысықтарды көбіне жын-шайтанмен байланыстырып, қуғынға ұшыратқан. Әсіресе қара мысықтар сиқыршылардың серігі деп саналды. Шығыс мәдениеттерінде. Қытай мен Жапонияда мысықтар молшылық пен сәттіліктің символы болды. Манеки Неко атты мүсіншелер кең таралған, жолың болсын деп қолын көтеріп тұрған мысық мүсіні. Мысықтардың таралуы және қазіргі заман. Мысықтар орта ғасырларда Еуропаға тарағанымен, олар XV ғасырларда ғана нағыз үй жануар ретінде қабылдана бастады. XV ғасырларда арнайы мысық тұқымдары шығарыла бастады. Қазіргі таңда мысықтардың 70-тен астам тұқымы бар. Олардың ішінде ең танымалдары персиялық мысық ұзын жүнді, ақсүйектік түрге жататын тұқым. Сиамдық мысық жіңішке денелі, көк көзді әдемі тұқым. Британдық қысқа жүнді мысық мықты денелі, мейірімді үй жануары. Мысықтардың бүгінгі рөлі. Қазіргі таңда мысықтар адам өмірінің бір бөлігіне айналған. Оларды үй жануары, эмоционалды қолдау көрсетуші, тырнақтармен массаж жасайтын терапевт, тіпті интернет жұлдызы ретінде таниды. Мысықтар әлеуметтік желілерде танымал, олар туралы мемдер, видеолар, анимациялар кең таралған. Гиннес рекордтар кітабына енген ең бай мысықтың иесі оған $13 миллион мұраға қалдырған. Қорытынды. Мысықтар миллиондаған жылдар бойы эволюциядан өтіп, адамзатпен бірге өмір сүрген ерекше жануарлар. Олардың тарихы ежелгі жыртқыштардан басталып, бүгінгі үй жануарларына дейін жалғасты. Мысықтар тек пайдалы ғана емес, сонымен қатар мәдениеттің бір бөлігіне айналды. Бүгінде олар адамдардың серігі болып, сүйікті үй жануарлары ретінде қала береді.